Бүгін бүтін дүния қон доноры күніне бағышлап өткәрілген донор бол акциясы тәмамланды. Шул оңайдан Татарстан радиосының яңа күн тапшыруында медицина фәннәре кандидаты Рамил Тораев шығыш ясады. Радио тыңлаучыларының көп санлы сұрауларына жауап беріп бітіргеннен соң, Сәламәтлек саклау министрлыгының қон үзәге баш табибын актуаль әңгәмә кунагы итеп шақырдык. Рамил әфәнде, бір донор ничә кешенең гомерен саклап кала? Әгәрдә кешенең башында шундай куан бирәм дигән уй туа икән, ул кеше изге кеше. Чөнки ул үзенең канын биреп, белмичә бер донор ике кешенең гомерен ялмаса ниндидер шердән коткарып кала ала. Шуңа күрә ана безнең бүген Татарстаныбызда 67-70 меңгә якын донор теркәлгән. Ел сайын 30-33 мең халык кан бирә. Жыл тәүлегенә 52-53 тонна кан әзерлейбез. Менә барсы да халыкка кемнеңдер тормышын саклап калырга юнәлтелгән. Сезнең оешма һәр даим донорлар белән элемтәдә тора, хәтта фәнни тикшеренүләр дә алып барасыз. Соңгы арада донорларга нинди сорау белән мөрәҗәгать иттегез? Менә шундый уй белән киләләр. Без ел сайын берничә тапкыр донорлар арасында сорау уздырабыз. Сез ни өчен кан бирәсез? Сезгә ял кирәкме? Андый социальный каралган бит ул. Сезгә ял кирәкме? Нидер күләмдә акча кирәкме? Әмма ләкин кемнеңдер гомерен саклап калырга теләсез. Менә 85% кеше кемнеңдер гомерен саклап калырга үзем теләп киләм дип менә шулай итеп җавап бирәләр. Бу бик зур процент. Кызганычка каршы тормышта фаҗига белән бәйле вакыйгалар була. Ул очракта кан бирергә килүчеләр күпме? Күптән түгел булып узган шундый куркыныч вакыйга булды моя мәктәптә. Рәсмән бер көн дәврендә безгә 1000нән артык кеше мөрәҗәгать итеп, безнең ишагалары тулган иде. Безнең дөресен генә әйтергә, халык шираттырда. Мин килеп гафуитегезне шираттырган бер кем берсе әйтмәде. Албат һәрбер кешене карарга кирәк, тикшерергә кирәк. Аңар вакытыбызда безнең бөтен эшләүчеләр, бөтен специалистлар өлкә башында кабул иттеләр. Бөтен бүлмәләрдә докторлар тордылар. Икенче көнне дә шундый очрак кылды. Халыклар бик күп. Бу нәрсәне күрсәтә. Халыкның бердәмлеген. Әгәр дә бүген кеше бер-берсе белән әрләшеп, ниндидер сүзләр әйтсәләр дә, авырлык килгән вакытта халык берләшә. Кемгәдер ярдәм итәсе килә. Ул телефоннар бер туктамый шалтырап тордылар. Иртәнге 6-дан шалтырап башы кичкә чакта. Икенче көнне, өченче көндә шулай булды. Менә бу шундый зур бердәмлек татар халкының битараф булмавы. Мин татар халкы дип әйтәм, татарларга гына түгел, Татарстанда яшәгән бөтен халык турында. Анда бит безгә русларда, чуашларда, мариларда, татарларда барсы да килде. Шундыктан мин баршында бөтен халык алдында донорлар каршында баш иеп, чөнки моннан да изге эш булырга мөмкин түгел дип менә башы барсында рәхмәт әйтәм. Кайбер очракта даими донорлар булмаган кешеләрнең ашыгыч рәвештә канын алырга туры килә. Аларның каны аша авыру күчә аламы? Донорлар кан биргәннән соң аларны үч тупса, без ступенчатый контроль. Аннан соң ярты ел узганнан соң кан биргәннән, яңадан тикшереп кан биргән кешене шул рәвештә генә без аны хастаханәләргә, шифаханәләргә җибәрәбез. Бар шундый кыска гына гомердә яши торган кан компонентлар, тромбоцитлар, алар 5 көннән артык яшәмәйләр. Алар 100% вирус инактивация. Аларның ниндидер без аны булмаса да уздырабыз. Менә шул вакытта без аны менә алу белән ясыйбыз да, шундук вирус инактивация һәм аларның ниндидер инфекцияларын бар. Бер параллель. Шул вакытта гына бернинди инфекция булмаганда вирус активация уздырып, шул очракта гына без аны хастаханәләргә җибәрәбез. Менә практически булар була алмый. Теоретически булырга мөмкин. Россия менә безнең илебез күләмендә ел тәүлегенә 1-2 очрак шундый Россиядә ниндидер регионда була. Безнең Татарстан менә 11 ел эшләйм, анда очрак булганы юк. Ясалма интеллект үз йөрешле машина, медицина өлкәсендә әле ясалма кан уйлап табу бусагасында тормыйбызмы? Менә ясалма кан эшләү өстендә
Анында 100 жыл десем, дұрыс ялған болмаса ішлелер. Әмәләкин бүгінгі күнге шақлы ясалмақ анның ясалғаны yok. Бүтін бар, нендедер сыйықшалар бар. Аларны қанның көлем түшкенде салалар, көлемін тұтар қағымен, кішіде 5-7 литр қан. Нендедер қан жоғалтқан ең бірінші сыйықша саларға керек сыйықша. Әммәләкин ол сыйықша бір қышанда қанны алыштырмай. Шындықтан, бәлкі бұлар. Жылдар ұзған шейін, бүгін ана органдарын алыштыралар, органдар ясылар, бұлар, яны болмасы бейтмейм, әммәләкин қошам бұла, санытын әйті олмайм. Түрлі түркімдегі қонларының сифатлары бірік дәрежедемі? Халық арасында бірінші түркім қон әйбәт деген фикір таралған. Халық тілінде әйтелер, менің қоным бірінші, менеке яқша жоқ, дұслар, 4 группа. Міне, әгер де біз халық саны бойынша қарасақ, әр бір группаның өзінің проценті бар. Группа ғана салына. Ол әлікке бар еді, тұрдан тұра салу. Алай деп әйтері дұрыс түгіл. Ярамайды кімді әйтейін де. Міне, бар екен 5-6% халық 4-ші группа. Міне, ол 4-ші группа шол 5-6% халыққа ғана салына. Әйтек бірінші группа 35-40% екен, ол шул халыққа ғана салына. Мұның нендегіне группа, ненде резус болуына қарамасан, оларының әхәмияты барсынықы бір. Қон беруді сәләмәтлікі зиян келмеуін біләбіз. Медицина көрсеткішлері бойынша файдасы бар ма? Қон бергеннен соң, қон жүргенде біздің яңа көзәнәктер туып тұралар. Әйтек біз 2 атына ғабір тапқы плазма берелебіз, 2 айға бір тапқыр қан берелебіз. Шылдықтан кішінің организмі яңа көзәнәктер әр вақытта барлыққа келіп тұра, бұл кішінің сәлеметлігін көтере. Нендедер ауруларға, нендедер инфекцияларға қаршы тұруны көтере деген сөз. Шылдықтан кіші әгерде өз тұрмышында қан берекенің бірінде, ол кіші өзін екінші түрлі хисеті аны кіші. Бик көп тапқыр қан тапшырған кішілерге мақтаулы донор исімі берілі, Татарстанда онды исімге лайық болушылар бар ма? Патриотлар көп. Міне біздің Татарстанымызда 12 мыңнан артық СССР-ның һәм Россияның мақтаулы донорлары бар. Біздің Татарстанымызда Россияда бірінші орны қойылған 172 литр. Өз тұрмыш дәуірінде берген шынды кішілер бар. Яшьлер арасында бүгін ең еш Россияның мақтаулы донорынан 24 еш. Міне шоларына еске алғанда, қарағыз, міне кішінің битараф болмауы. Кішінің бір қарағанда бір нәрсе де бермей. Әмәләкин екінші яқтан кішінің бірдәмдігін кімге де ердем қылығы сөздің. Міне шының білән бай біздің Татарстанымыз. Мұнан да зор байлықларға мүмкіндігі. Барлық Татарстан халқына нендеген әдінде, нендеген тілде сөйлешуден қарамастан, баршада да исәнлік саулық емінлік тілейм. Исән сау болған кішігіне бір-бірсіне ердем қылы суза ала. Сау болыңыз, сау сәлемет болыңыз. Изгі тілеклеріңіз һәм ғымымен қызықлы әңгәмәгіз үшін бик зор рәхмәт. Хөрмәтле телевизор қараушылар, бүгін актуаль әңгәмә сәхифәсендә Сәләмәтлек саклау министрлыгының қан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев чыгыш ясады.